Ассалаумағалейкум пысықтар, қалайсыздар? Мінекей біздің қызанақтарымыз отырайсыл жауып қойғанбыз. Іші лай. Мен сіздерге айта кететін жағдай, мәселе лай болып тұр. Біз сымның арасын ұзақ қылғандықтан сымдарымыз майысып, сынып, су жиналып қалып. Су жиналмау керек негізі. Су жиналса бітті болды. Демеңіздер, бірақ ана суды төгіп тастауға болады. Төгіп тастау үшін бетіндегі отырашылды сәл аласыздар. Мына бетіне өтіп аласыз. Бетіндегі отырашылды топырақтарын аласыздар. Мына отырашыл астында күленкі ұстап қалған, дуга күленкісі. Сол үшін отырашылдың астынан тесіп қоясыздар. Бет тесесіздер пысықтар. Сіздерге айта кететін жағдай, сіздерге рахмет. 240 подписчик болды. Алдағы уақытта дүмбілді егетін боламыз. Қандай помидорлар жақсы піседі, қандай қауындар жақсы сатылады, қандай жібек базарларда, Таразым базарларында қандай қауынның бағалары екенін білетін боласыздар. Арнаға жазылып қойыңыздар. Біздің қызанақтар мен қиярлардың барлығы базарларға барады. Мен де базарға барып бағасын біліп беріп отырамын. Сол үшін арнама тіркеліп қойыңыздар. Біздің диқаншылықтарымыз мінекей арғы беткеде помидор еккенбіз. Сол үшін арнаға тіркеліңіздер. Мен алдағы уақытта дарбызды да түсіретін боламын, дүмбілді де түсіретін боламын. Дүмбілдің қандай жерлері ауыратынын айтамын. Дүмбілді қалай тонналап өткізетінін айтамын. Дүмбілдіге дәрілерді береді. Оны да айтуым керек сіздерге. Сіздер маған тіркеліп қойсаңыздар, диқаншылықтарыңыз берекелі болады. Ал видео ұнаса, сау болыңдар.